Армысыздар, сәлеметсіздер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге көрсеткелі отырған урок, яғни дән, финики, құрманың дәні. Осы қазір Рамазан айы, ораза ұстаушылар барлығы құрма жейді деген үміттемін. Енді құрма жеп жатқанда шығар, потому что көбісі құрмамен аузын ашып жатады, судан бөлек. Сол құрманы қалай дәнін егуге дайындаймыз. Міне қараңыздар, уже барлығы тазарып, солай болыпты. Міне дәндерінің барлығы тазарып, жақсы болыпты. Міне қараңыздар. Міне өзі суда да көрініп тұрған жар, бүкіл кожурасы түсіп қапты. Енді бұл қалай аламыз құрманың ішінен бұл дәнді. Қараңыздар, дәнді құрманың ішінен жаңағыдай ешқандай технический тісті тигізбей, қолыңызбен тек құрманы ашып, ішіндегісін алып, осылай суға тастай саласыздар. Су қайнаған жылы су болу керек. Мен кеше салып қойғам, бүгін міне тұр. Енді қараңыздар, бұл осы кожурасы тазарған тұқымды қалай ары көтерілуге, яғни топыраққа отырғызғанша жасаймыз. Міне мынау вата. Енді осы мақтаны осылай ыстық суға араластырып аласыздар, яғни жуып аласыздар ыстық суға. Мынау прям жылы әдемі болып тұр. Осылай кесенің ішіне, не қараңыздар, осылай кесенің ішіне өстіп салып қойыңыздар. Және де мынаны бір түйірлеп аласыздар да дәнді. Міне қалай саламыз деген адамдар, міне қарасаңыздар, кім байқап тұр? Міне осындай тесік тұр құрманың дәнінде. Міне осындай тесік тұр, міне мынандай. Міне қазір мен сіздерге анықтап көрсетейін. Міне қыздар, қараңыздар. Міне. Міне осы тесік тұр. Осы жерден дәнінен осы жерден шығады. Міне құрманың осы жерінен шығады. Несі? Жапырақтар, біліңіздер. Мына жақтан шықпайды, не мына жақтан шықпайды, не мына осы жердің сызығынан шықпайды, именно осыдан шығады. Сол үшін аласыздар да, міне осылай төбеге қаратып, осы тесігін міне каждый тазаланып тұр ғой, міне нелеріміз. Міне осындай мякоттар, кожуралар алынып қалу керек. Алынбаған құрмалар болса, қолыңызбен көмектесіп алыңыздар. Мына судан ары қарай. Міне қараңыздар. Осылайынан ара қашықтығын осылай сала отыра сақтап, дистанцияны, міне қашықтық сақтап, осы каждый тесікті төбеге қаратып, міне әрқайсысында әртүрлі орналасады. Біреуінде шетінде, біреуінде ортасында, негізі основның ортасында қыздар. Әдейі 6 штук алдым. Сосын жаңа оны қай жаққа, қандай топыраққа, кімге серік етіп отырғызамыз деген қыздарға міне айтарым, құрманың дәнін, міне ол бір күн тұрды жылы суда, сыртындағы кожурасы, яғни мынандай қалдықтары тазалану үшін. Енді бір күннен кейін қараңыздар, мақтаның екінші жабатын жағын жұқа қылып алып, міне үстіне осылай, мынау міне мақтан былай бассаңыздар, су шығып жатыр ғой, осылай болу қажет, қыздар. Кім жасап көрем дейді, менімен бірге эксперимент жасасаңыздар болады. Каналымда одан басқа да дәндерде өте көп эксперимент бар. Және олар нәтижесіз емес, нәтижелі. Міне осылайнан бұны бір ешқандай бетін ашпай, түртпей, ештеңке жаппай, міне осылайнан 3-4 күнге қоямыз, максимально 5 күнге. 5-3 күн өткеннен кейін, және 5 күн өткеннен кейін бетін шетінен жай ашып көрсеңіздер болады. Өзі бүршігі оянуы қажет, сәл де болсын. Егер оянбай жатса, онда сорты кішкене көтерілуі қиындау болады. Негізі финики өсіруі қиын, бірақ та еще олар жапырақта өсіп кеткеннен кейін де тез рост алып кетпейді, бірнеше жылда тіреует етеді. Бірақ та өсімдік жемісін бермесе де декоративный гүл ретінде үйіңізде тұрады, егер өскен болса дәнінен. Кез келген затты дәнінен өсіру
оңай ойлай білген адамға, бірақ та кейбір жемістің дәндері осылайынан қиын. Үйдегі бар осындай өніммен тез әрі нәтижелі осындай тәжірибе жасап, эксперимент жасап, менімен бірге нәтиже шығаруларыңыз келсе, осындай дүниені жасап көріңіздер. Қазір енді кімнің аузы берік емес жандардың да әйтеуір үйінде бір адамның аузы берік шығар, құрма бар шығар, оның дәні мусорға кетіп жатқан шығар. Осылайынан, егер құрмаңыздың сорты жақсы болса, осылай алып, бір күн осындай суға салып кожурасын тазартып, бағана қалай алу керектігін көрсеттім. Ешқандай мынандай технический аппарат тигізбей, құрманы тек қолыңызбен бөліп, алып, суға тастап қана, жылы суға, қайнақ суға қойып кожурасынан тазартасыздар. Және де осылайынан бір күн өткеннен кейін, целый бір сутка өткеннен кейін, міне қараңыздар, осылайынан мақтаның ішіне жаңа салуын көрсеттім, өстіп салып қоясыздар. Мына мақта өзі кебеді, 5 күн ішінде кәдімгідей кебеді. Қараңыздар, егер бір күннен кейін, 2 күннен кейін кеуіп кетіп жатса, пульверизатормен бетіне су сепкілеп тұрыңыздар, бірақ та жылы су. Сосын қатты шылқылдамау керек, міне мақта басқан кезде осындай ғана шығатындай су болу керек. Сосын бұны күн прямой қатты түсетін терезенің алдына қойыңыздар, және күн қарап отырыңыздар, қатты құрғап кетпеу қажет. Сәл ғана дымқылдықта 1-2-3 рет брызгать етіп, пульверизатормен брызгать етіп қойыңыздар. 5 күннен кейін нәтижесін көреміз, және қайда отырғызатын сіздерге айтатын боламын. Егер осындай тәжірибем, экспериментін ұнап жатса, жасағыларыңыз келіп жатса, лайкты басып, пікірге қалдырып, жасағыларыңыз келсе, менімен бірге болғандарыңызды білдіріңіздер, және каналымда одан да басқа көптеген видеолар пайда болсын десеңіздер, менімен бірге болыңыздар, және каналымды қолдауларыңызды өтінемін. Сонымен қатар тіркелмеген жандар менің каналыма тіркеліп өтіңіздер. Келесі видеода жолыққанша, жақсы күндерде жолыққанша сау саламатта болыңыздар.